Бүгін бізде 5 факты көшпелі Қазақстан туралы. Алдын ала біз оны өтер алдында біз өзіміздің дәуірімізге орамыз. Тас дәуірі. Тас дәуірі біздің заманымыздан бұрын 2,6 миллионнан 3 мыңдық жылдық арасында болған. Тас дәуірі сонымен 3 бөлімге бөлінеді. Біріншісі палеолит, екіншісі мезолит, үшіншісі неолит. Палеолит бізде 12 мың жылдыққа дейін болған. Палеолиттің өзі де екіге бөлінеді. Ерте палеолитте бізде ежелгі адамдардың алғашқы іздерін тапқан. Ерте палеолит бізде 2,6 миллионнан 40 мыңға дейін болған. Сол ерте палеолиттің өзі де үшке бөлінеді. Ол бізде Алдуей 800 мыңға дейін, Ашел 800 мыңнан 140 мыңға дейін, және Мустье 140 мыңнан 40 мыңға дейін. Мустье кезінде адамдар от жағуды енді ғана үйренеді. Ол ең көне тұрақты деп бізде Шоқан Уәлиханов айтып өткен. Кейінгі палеолит айтатын болсақ, бізде ол 40 мыңнан 12 мыңның арасында болған. Палеолитті ең тұрақтары бізде екі тұрақ бар. Батпақ және Семізбұға. Орта Қазақстан жерінде жүзу, түзу, кейде қайқа қытас, пышақ, қырғыштары табылған тұрақты Семіз бұзағында айтылған. Палеолитте бізде ең басында мұз басу жүрді. Ол бізде 100 мыңдық жыл бұрын. Енді айтатын болсақ бізде мезолит. Мезолитте ең басында итті қолға үйренген. Мезолиттің өзі 12 мыңнан 5 мыңға дейін болған. Ол кезде микролит садақтармен жебе атып үйренген. Ол кезде мезолит кезінде бізде мұздықтар еріді және бағыштау болды. Енді мезолит туралы нақтылай айтатын болсақ, мезолитте шамамен 20-ға жуық тұрақ табылды. Мезолит тұрақтары Телмен, Акимбаб және Виноградка, Дузбай және Қызылсу деген жерді айтса болады. Оның біздің заманымыздан бұрын 13 мың жылдықта бұрын мұздықтар еріді. Және де бізде матриархат пайда болды. Сол кезде мамонт, бизон түрлері қырылды мұздықтың кесірінен. Ол кезде ұсақ жануарлар пайда болды. Ұсақ жануарлармен олар қоректенді. Және де олар садақ пен жебе пайда болды. Садақ атып үйренді. Ол кезде комбинация немесе инициация деген пайда болды. Комбинация қанау түрі. Әлсіз адам өз үлесінде жерді күштің қамқорлығынан берген. Инициация дегеніміз балалардың ересек жасқа өтуі. Мезолитте мұздық ериді, 13 мың жыл бұрын, одан бұрын айтқан. Оның қалыңдығы бізде 2 километрге дейін болған. Және де бізде неолит туралы айтатын болсақ, неолит бізде 5 мыңнан 3 мың арасында болған. Ол кезде қол қыш құмыралары табылған. Сол кезі заманы болған. Неолитте 800-ге жуық тұрақ табылған. Бізде мезолитте 20 ғана болса, бізде енді неолитте 800. Неолит тұрақтары бастапқысы біз айтатын болсақ, ол Қараңгүр 5000 жыл бұрын. Неолитте ең көне тұрақ болып саналады. Қараңгүр дегеніміз. Солтүстікте бізде Пенки болса, оңтүстік Қараңгүр мен Сексеуіл, шығыс пен Ұснарымен табылды. Орталығында қазіргі Қарағанды, сосын зеленый балка деген пайда болған. Енді айтатын болсақ, өнімді шаруашылық пайда болды. Ол кезде мал шаруашылық пен егіншілік енді ғана тары бастады, енді ғана үйрене бастады. Енді және де ол кезде және айтқандай қыш құмыра заманы болған. Енді және де қыш құмыра заманы болғанымен олар керамика әдісін үйренген. Олар керамика әдісін үйреніп, сосын қаруларға көшкен. Қарулар біз айтқандай мезолитте садақ атып үйренсе, олар неолитте енді қарулар пайда болды. Қаруларға біз балта, кәдімгі ұратын, ит-дән күніш пайда болды. Ең алғашқы жылқыны қолға үйреткен олар ботайоқтар. Және алдында айтқандай қару жасаған кезде олар ретуш әдісін қолданған. Және де басқа әдістер бар, қазір айтып өтеміз. Ретуш әдісі деген ол тасты қашау.
тасты қашайды. А бифас деген ол екі жағын өңдейді, екі жағын. Ол аңға ойды. Және монофас деген бар, ол бір жағын өңдеген. Бір жағын ғана өңдейді, пышақ қылдырып, пышақпен өлтіреді адамдар. Ой, жануар. Және де одан бұрын айтқанда жануар өлтіргеннен кейін олар тер ауауға, терді кесіге қолданған. Оның бірі чоппер. Чоппер деген ол бір жағын ғана кескен, бір жағымен бай кесіп терлерін алған. А бізде чоппинг болса, қазір чоппинг деген бәрі басқа мағынады қолданады. Ол кезде бізде екі жағын қажайды да, екі жағын. Сосын оны кеседі. Сосын бізде сүйек зерттеу. Сүйек зерттеу. Ол бізде антропология. Бет пішінін сүйегін зерттейді. А археология деген заттарын тауып жерді қазады. Соны алдын ала біліп қояйық. Келесі тақырыптары бізге маңызды болды. Және де бізде ол кезде алдын ала айтуға ұмытып кеттім. Мезолит кезінде бізде ру пайда болды. Ру. Сол кезде және ерте темір дәуірінде тайпалар пайда болған, солармен қозғалған. Енді алғашқы адамдар бізде мынандай типтер болған. Біріншісі, ол епті адам. Табылған жері бізде Шығыс Африкада және Кения жерлерінде болған. Яғни ол Алдовей шатқалында 1.750.000 жыл бұрында. Сол кезде епті адамдар тапты. Сосын питакантроп. Питакантроп табылған жері Ява аралы 1 миллион жыл бұрын. Ол қазіргі тапқан уақыт бойынша 1891 жылы тапты. Тік жүретін адамдар синантроп, питакантроптар деген. Енді синантроптар айтайық. Ол үшіншісі табылған жері Қытай 5000 мен 2000 жыл бұрын арасында. Олар сол тік жүре бастаған адамдар. Жай ғана басқа уақытта жүрген. Енді төртіншісі болатын болса, бізге қазір танымал неандерталь дейді. Неандерталь табылған жері бізде Германияда табылған. Ол 200 мың мен 35 мың жылдың арасында бұрын болған. Ол бала сүйегі Өзбекстанда Дзиктас үңгірде 1938 жылы табылды. Енді бесіншісі және соңғысы саналы адам, яғни кроманьон дейді. Кроманьон табылған жері Францияда 40 мың мен 30 мың жыл бұрын арасында. Ол анық сөйлеуді алғаш меңгерген адамдар болып саналады. Бізде сосын сол ежелгі кезде діни наным сенімдер болған. Діни наным сенімдер. Біріншісі анимизм. Анимизм жан мен рухтың барына сенеді. Екіншісі фетишизм. Ол затқа табынады. Мысалы, зат табады, осы затқа табынады, егер ерекшелігі болса. Үшіншісі тотемизм. Тотемизм қазіргі буддаларды көрсе болады, олар малдарға сенеді және жануарларға. Мысалы, қойға, сиырге және басқаларға, бизондарға. Төртіншісі зоотропия. Бизон деген ол ан. Вот зоотропия. Зоотропия ол ан құстарға табыну. Ан құстар. Бір күн ұшпарады, ол ұшпарады екен деп сенетін. Бесіншісі ол магия. Табиғатқа берген күшіне сенеді. Мысалы, найзағай ұрды, от шықты, біздің құдай деп сенген. Сосын ертеде айтқандай, антропология адамның шығу тегін зерттеген ғылым. Қола дәуірін басталар алдында біз энеолит кезін айттық. Энеолит ол бізде мыс пен тас дәуірінің арасында болған. Мыс пайда болу үшін біз тұрмаса алғашқы пайдаланған металл бізде мыс болған. Мыс ол бізде ең қызықты энеолит кезі. Ботай тұрағы және шебір тұрағы. Ботай тұрағы ол 3000 мен 2000 жылдықта, яғни энеолит кезі 3000 мен 1800 жылдықтар арасында болған. Ботай болса 3000-нан 1200 жылдықта 158 тұрғын үй табылған. Яғни 70 мың жылқы сүйегі солтүстікте. Шебір тұрағы Маңғыстауда ұлы қабықтарының жасаған әшекей бұйымдар табылды. Энеолиттің ерекшелігі болса, ол біріншісі бізде еңбек бөлінісі пайда болды. Екіншісі аталық құру орын алды, яғни патриархат. Бізде одан бұрын матриархат пайда болса, бізде одан кейін патриархат пайда болды. Және бізде шаруашылық екіге бөлінді, мал мен егін. Енді қола дәуіріне келейік. Қола дәуірі бізде 2000 мен 1000 жыл бұрын болған арасында. Ол кезде бізде Нұра, Атаулы және Беғазы, Дәндібай деген болған. Яғни хронологиясын айтатын болсақ, бізде ол 8 мен 6 ғасырға дейін,
16 мен 12, ой, 18 мен 16, сосын 16 мен 12-ге дейін, а Бейғаз Дәндібай 12-ден 8-ге дейін болған, біздің заманымыздан бұрын, ғасыры бар. Қола деген не? Қола деген бізде одан бұрын энеолит айттық, ол бізде мыс дәуірі болды. Мыс пен мыс қалайын қосқанда бізде қола пайда болды. Ең бастысы осын білетін алдында мен есімім Марғұлан. Яғни осы қола дәуірінде Әлкей Марғұлан түбегейлі зерттеу бастаған ғалым. Осыны алдына білейік. Экспедицияны ол 1946 жылы жоспарлады, зерттеу басталды. Бізде Политех деген университет бар. Политех университет неге ол қызығы бар осы тақырыпта десеңіз, Қаныш Сатпаев осы қола дәуірінде, жезқазған өңірінде 1 миллион тоннадай кен өндірген айтқан. 1 тонна кеннен 100 мың тонна мыс қорытылған. Осы қызықты. Және қола дәуірінде бізде, сіздер сенбейсіздер, бірақ шынымен де, қола дәуірінде 1100 тонна қалай шығарылған кен орны бізде Нарын мен Қолба. Одан бұрын айтқан. Қола дәуірінде металл кеніштері болған жер бізде Зыряновск және Жезқазған біздің білетін жеріміз. Не Қарқалы ауданы. Бейғаз Дәндібай мәдениетін айтатын болсақ, оның ерекшелігі бізде жерлеу орындарда құрылыстардың ірілігі. Яғни Бейғаз Дәндібай мәдениетінде басты ерекшелігі ол жекеменшілік қалыптасты. Жекеменшілік. Себебі одан бұрын айтқандай, бізде Ботай тұрағысында 158 үй құралған табылып, біз соны түсіндік. Одан кейін Бейғаз Дәндібай мәдениетінде басты ерекшелігі ол жекеменшілік қалыптасты. Жеке үйлері болды, жеке жерлері болды, жеке территориялар болды. Андро мәдениетін айтатын болсақ, ол сипаттаған бізде Алексеев, реконструкциясын жасаған бізде Герасимов. Андро мәдениеті бізде ең бастапқысы ашқан адам ол бізде Тугренов. 1914 жылы. Ертіс пен Сырдарияға дейін тараған мәдениет бізде Алакөл мәдениеті. Оның ең сол қызығы ол бізде Ертіс өзенімен Сырдарияға дейін тараған. Қола дәуірінде әлеуметтік теңсіздік тудырды. Ол бізде мал мен мүлік теңсіздікті жасаған. Сонымен өрлеріне саудамен айналысқан. Қазақстан жерінде андро мәдениетті қоныстар саны 80-нен аса болды. Әрқайым орналас жерлері бізде Қостанай мен Челябі облыстарына түйіскен жерлер. Қазіргі айтатын болсақ, Челябинский дейді. Челябинскте көбінесе бізде қазір баскетболдан жарыстар өтеді. Солтүстік Қазақстандағы қоныстар бізде Степняк, Петровка және Боголюбов дейді. Батыс Қазақстандағы қоныстар бізде Алексеев. Және одан бұрын айтқандай, Алексеев сипаттырған бізде Герасимов болған, реконструкция. Және де ең қызық айтатын болсақ, бізде суреттер табылған жер болған. Бізде кәдімгі сол ежелгі адамдардың суреттері табылған. Суреттері табылған жері ол бізде Жетісу біздің жерімізде, Шағалы және біздің солтүстігімізде ең солтүстігінде орналасқан Көкшетау. Петропавловск сәл төмен. Кенді қорыту үшін салынған күрделі құрылыстар бізде қазандықтар. Енді біздің бастапқы 5 фактімізге оралайық. Біздің бастапқы 5 фактіміз. Бірінші факт, көшпенділер табиғатты қорғап, қоныстары таза ұстаған. Олар нағыз эко-батырлар болған. Соған сенесіздер ме? Екінші факт, бізде күнде атқа мініп жүргендіктерден олар дала кавалеристі болған деп аталған. Кәдімгі дала кавалеристі деп аталған. Үшінші факт, бізде киіз үй. Киіз үй әлемді ең ыңғайлы жылжымалы үй дейтін. Себебі қыста да, жазда да тонап кететін. Ұйықтайтын, өмір сүретін, көшпенділерге сол ыңғайлы болатын. Және төртінші факт, Ұлы Жібек жолын күзетіп, керуендердің қауіпсіздік қамтамасыз еткен. Факт 5, ол көкпар, бәйге асық, көшпенділер спорт мектебі болған. Келесі тақырыпта бізде темір дәуірі болды. Темір дәуірінде біз сақтар туралы айтамыз. Сақтарда осы фактілер бізге маңызды болады. Сіздермен болған мен Шәріпжан Маролан, Жұмаділ Арманның студенті, Қазақстан тарихы пәнінен.